Сәлеметсіз бе? 2023 жылы «Бір ел, бір кітап» республикалық акция аясында қазақ жазушысы, драматург, қоғам қайраткері Төлен Әбдіктің шығармаларын оқуға ұсынылды. Алтынсарин ауылдық кітапханасы «Бір ел, бір кітап» акция аясында бейнеоқылым ұсынады. Мен Тельманова Назерке, Алтынсарин орта мектебінің 11 сынып оқушысымын. Төлен Әбдікұлы ақиқат. Роберт сіңірі тартылғандай құрыстанып қабағын қыржытты. Бұршақтап аққан тер құс етініп кеткен бөртпе қызыл мойнына құйылды. Қарт профессор ащы тері есінен тіксініп басын шалқайтты да, оның неге үндемей қалғанына түсінбей таңданып сұқтана қарады. Япыр-ай, бұған не болған? Әлде науқастанып қалды ма деп ойлады. Әлде сеансты тым ұзаққа созып жібердік пе? Профессор сағатына қарады да, жоқ, деді ойын жалғастырып. Әлгіде ғана бастадық, мүмкін емес. Неге үндемейді, деді жуан генерал профессорға бұрылып. Профессор жауап қатқан жоқ. Роберттің дымқыл білген ұстап тамыр соғысын тексерді. Роберт сөйлейтін адамдай жұтынып қалды. Содан соң тісінің арасынан ысылдап, не үшін керек, деді естілер-естілмес. Не үшін керек осы сұмдық? Профессор анығырақ есту үшін құлағын таққа бергені сол еді. Роберт өзінде жоқ бір мінезбен шаңқ ете қалды. Қырып кетсін, керегі жоқ, көргім келмейді. Жынданып кетпеді ме, деп зәресі ұшқан профессор тек-тек дей берді дауысы қалтырап. Роберт шынында да жынданған адамдай көзі аларып қыр-қыр етті. Жоқ, бұл сұмдық, жоқ. Магнитофонның жанында тұрған профессордың көмекшісі де телепаттың әр сөзін қалт жібермей қағазға түсіріп отырған стенографист әйел де әрі қарай не деп жазарын білмей дағдарып қалған. Тоқтат, деген генералдық жарықшақ дауысы Роберттің айғайын үзіп кетті.